Сәлем достар, бүгін сіздерге Жәнібек Керімбекұлы деген каналды ұсынғым келеді. Оның каналынан сіздер әртүрлі қызықты эксперименттер, фокустар, сонымен қатар қазақ жерінде болып жатқан әртүрлі жаңалықтарды біле отырасыздар. Оның каналына тіркеліп кетіңіздер, сілтемесі описанияда болады. Келесі видеомда осы каналға тіркелген 3 адамды таңдап алып, сәлем жолдайтын боламын. Сілтемесі описанияда. Сәлем достар, қалайсыздар? Мен даусым естіліп тұр деп ойлаймын. Бізде погода ужасный болып тұр. Мен бүгін негізінде Новый годқа дайындық жасап, подаркілер, екі украшение, сондай нәрселер аламын деп ойлағанмын. Және план бұзылып кетті, яғни мен сестренкамның мектебінде концерт болады, и ол соған қатысады. И мен соған бара жатырмын. Жер бізде осыншалық балшық болады. Солай кетіп бара жатырмын. Мектепке бармас бұрын почтаға салып кетейін дедім. Ішінде адам көп екен, жұмыстан шығып кетті. Потому что маған тез бару керек. Осы естіліп тұр деп Үйге қайттық. Бүгін 20-сы, и олар 16 желтоқсан күні өткізілетін шараны бүгін өткізіп жатыр. Соған бар қайттық. И менен екі кішкентай қыз мектепте автограф алған болатын. Соған мәз болып қалдым. Достарымның не деген тәте емес ше. Мен даже комментарий жазғанына жазып кеттім. Ең соңғы видеосында мен видео жазып қойдым. Қазір көрсетемін. Достарым, мен апамам емес деп. Қайда сенің страницаң? Мисс Әсем, 54 неге 54? Білмеймін. Вот через Қазір хурма жегім келіп тұр. Жақсы көретіндеріңіз бар ма? Астыға жазып кетіңіздер. Негізі қысты күн апельсин жеді көбісі, бірақ хурма жейміз көбінесе. Бәрін сыпырып, полын жуып тастауым керек болып тұр. Содан кейін бір новогодный видео түсірсем бе деп тұрмын. Ол осы влогтан бұрын шығатын шығар. Мынау маманың гүлеті қурап жатыр біртіндеп. Солай. Мына менің аяғым. Қазір осындай фри ма? Шаркой. Короче, осындай бір нәрсе жейін жатыр, кино қарап. Достар, қазір мен мына уродский елканы дұрыстауым керек. Хотя бы мына жақ бөлігін, себебі ертең қазір, то есть видео түсірім керек. Соған бір чуть-чуть бөлігі көрініп тұрса да әдемілеп қойғым келіп тұр. Короче, мен елканы өтірік безендіріп тастадым. Мына гирляндысы жанбай жатыр да. Қаншама жерге салып көрдім, қаншама розеткеге тығып көрдім. Бәрібір де жасамайды. Неге екен білмеймін, не көрініп қалғандығын. Мына елканың еще ойыншықтары жоғалып қалған, білмеймін, тағы да бір нәрселер жоқ әйтеуір. Қаяққа кеткенін білмеймін вообще. Новый годқа дайындық жоқ бар ғой. Мына елкада еще сүмірейіп, еще гирляндысы жанбайды, білмеймін, енді видеомды қалай түсіремді. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің влогым как все, то есть көшеде жүргенде басталатын болды ғой. Бетім қызарып тұр менің дұры. Бұл еркен астынандай менің үйдің артында жатыр. Сәлем достар, бүгін мен өзіме жаңа телефон алып видео түсіріп келе жатырмын. Және қасымда 6 ұстайтын бір чумо қыз келе жатыр. Я, мен XR алдым бүгін. Құдай құрсын деп Жолдан тауып алдың ғой сен оны? Құмаш сатып алдым. Я. Неге ноше? Бетіңді бажырайды түсіреді, а?
Ой, ой. Ой. Неге бетіңді бажай түсіреді? Кстати, бұл 28 гигабайттық. Мұндай керек пе, мерет саған? Идеально. Мен түсіргім, сізден түсіргім. Сен мен мороженое жегім келіп тұр. Бірақ алмау керек. Біз, короче, үсі қалдық. Қазір бір магазинге кіріп жылынып аяқ тұрдық. Боже мой. Прям күнде мұздай бүгін. Чипа емес. Түрлі тапшқы бар. Чиіп деп қойшы. Не қарап көрсіз? Меруерт өзіне осындай кошелек алғысы келіп тұр. Новый год қалып берші дейді. Қалай ойлайсыңдар? Осы қандай тілер бар? Ешнесі қымыртысты күтті. Мындай чехол Нива кошелек берді. Иә, сотканы салып жүрден. Сосын бір күн бүйтіп айналдырып жатқан кезде сотканы құлап ішінен. Қойш. Мынандай алдым. Көрінбейді. Жаңағы кошелекті алып бердім. Енді қазір қайтуымыз керек. Күштап тұрмын. Айналып ұстап отыр. Кошелек бір жақта, өзі бір жақта құлады. Қазір өрмелеп баратық, осына жерден өте алмайым. Мен сумкам жерде жатқан лақтырып жүрмін. Қазір сіздерге қандай покупка жасағанымды көрсетейін. Себебі маған басқалардың осындай покупкаларын көрсетіп отқандарына сендерге де қызық болады деп ойлаймын. Бүгінгі алғандарым үшін самый главный ол осы AirPods. Осы конкурста да дәл осы AirPods ойнатқан болатын, өзіме де алып алдым. Біреу құлағымда тұр. Білем, бұл оригинал емес. Ішінде зарядкасы, мынау чехолы. Осылай. Көптен алғым деп жүрген еді. Наконец-то алдым ойланып. Потом осындай шоколад өзіме қатты ұнап осы. Потом невидимка, ең бір біздің үйде жоғалатын нәрсе осы невидимка. Самый керек нәрсе. Еще детский крем алдым. Себебі менің крем бір түрлі болып жүрген, яғни тональный жаққан кезде бір түрлі қабыршақ болып түсіп қалама. Сол байланысты енді крем дұрыс емес деп ойладым да осы. Кремді алдым, себебі ол креммен жүргеніме уже 1 жыл болып кетті да. Бірақ срок әлі біткен жоқ, сонда да білмеймін енді. Содан көрдім. Еще мынадай кірпікке арналған клей алдым. Мен кісіп қалған болдым. Просто жарайды. Конкурсқа салып жібер дейтін. Сол, в общем, осындай бүгін ұсақ тегіз заттар алып қайттым. Өмірімде негізі мұндай пучкалай кірпік жабыстырып көрген жоқпын. Мен жалпы кірпік жабыстырып көрген жоқпын. Енді осыны байқап көремін осы жаңа жылда. AliExpress оригинальный көрінетін алдым әйтеуір барынша. 11 миллиметрлік. Мындай клейін жаңа алдым. Көрінесіздер. Енді осыны до Нового года бірлет жабыстырып көру керек. Түсіп жатыр дейсің ғой бәрі. Және де осындай клей алған болатынбыз. Бұл онша емес. Арзан клей болды. Осылай. Енді көру керек осын жабыстырып. Мынау мен подружкама арналған сыйлық. Бұны сіздерге көрсетпеймін, себебі ол менің видеоларымды қарайды. Пуся. Атың кім еді сенің? Не бар екен ішінде? Не бар ішінде? Келдік жабыстырып көрейік.
Болмайды мынау. Қаңғып жүруден басқа да білмейді емесін. А так біз де шаруа істейміз. Достар, мен енді влогымды осы жерден аяқтап тастағым келіп тұр. Білмеймін, қысқа болып қалған шығар. Бірақ та видеом осы. Сіздерге ұнаса лайк қойып, менің артыма жылдам ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше всем пока.